Сәлем бәріне, қалдарың қалай? Бүгін Индира сіздермен тағы да бір күшті рецептпен бөлісетін болады. Бүгінгі біздің рецепт бет күтімі жайлы. Негізі қыздар күнделікті ізденісте ғой, бетін қалай тезірек қалпына келтірсе екен, құрғақ бетті ылғалдандыру, бетімізді біркелкі ағарту керек емес, мимический морщина, яғни жаңадан пайда болып жатқан майда әжімдерден құтылудың әдістерін әрдайым іздеуде. Сол маскалардың мен сіздерге үй жағдайында ауыстырып жасауға болатын рецепттермен каналымда бөлісемін. Сізге қызық болса, мен каналымның подписка жасап, лайк басыңыз, ал мен сізге толық ақпаратты беруге дайынмын. Кстати, қыздар, менде ютубта көбінде мынандай комментарий көп келеді. Неге сіздер жасаған маскаларыңызды бетінде әжімі көп, әйел адамға жасамайсыздар деп. Мен түсінемін, егерде біздің жасаған, үй жағдайында сіздерге көрсетіп жатқан маскаларымыз бір жасағана результат көрсететін болса, онда біз әрине сондай кісілерді алушы едік. Міне қараңыз, бетімі әжім, осы масканы жақтық, жуғаннан кейін әжімі жоқ болып кетті деп. Сондай жағдайда біз сондай адамдарды іздеп, арнайы солардың бетінде видео түсіруші едік. Ал менің сіздермен бөлісетін маскам ол күнделікті жасап, күнделікті уход жасап, ол әжімдердің көбейіп кетпеуіне, бетіңіздің қатты құрғап кетпеуіне, жаңағыдай күнде поддерживающий уход жасаудың рецепттерімен бөлісемін. Сол себепті мен өзіме көрсетемін, зияны жоқ, аллергия бермейтін маскалардың түрлерімен. Так что, қыздар, ренжімеңіздер, мен өзіммен жасаған эксперименттермен ғана бөлісе аламын. Менің жасым 32-де, менің де жас болсам да бетімде мимический морщиналар өте көп. Өйткені бізде гені мамам жақтан бізге әжім ерте кезімізден бастап тараған. Сол себепті мен 20 жасымнан бері әжіммен алысып келе жатырмын, көбейіп кетпеу үшін. Сол себепті осы өзім пайдаланған маскалармен бөлісетін боламын, бөлісіп те жатырмын. Ал енді маскаға кірісейік. Бізге өзіміздің керек маскамызды жасау үшін картоп крахмалы, не болмаса кукуруза крахмалы болады. Крахмалдың қайсы түрі ол онша маңызды емес. Ең бастысы крахмал болу керек. Крахмал ол жасаған маскамызды бір-біріне жақсы цеплять етіп, бетте ұстап тұруына көмектесетін болады. Ал ең маңызды зат осы біздің маскада ол сода. Сода ол бетімізді ағартады, акне болса соның кішкене азаюына көмектеседі, құрғақ бетті қалпына келтіріп, чувствительності, яғни сезімтал бетті қалпына келтіруге өте жақсы көмектеседі. Осы екі заты бір-біріне араластырып, жұмсарту үшін бізге айран, не болмаса қаймақ, не болмаса йогурт алуға болады. Бүгін менде холодильникте йогурт қана таптым, сол үшін екі ингредиентті йогуртпен араластырып жасайтын болады. Біздің дайын салынып тұрған 2 қасық йогуртымызға, егер сізде болса айран, сметана, разница жоқ, не тапсаңыз да, сонымен араластыруға болады. Крахмалды 1 қасық саламыз. 1 қасық крахмал және 1 қасық сода саламыз. Және осы ингредиенттерге, егер үйіңізде газды су болса, яғни минеральный су болса, соны қосамыз, болмаса ыстық сумен араластыруға болады. 1 қасық ыстық су саламыз. Дайын болған массамызды әбден араластырамыз. Ал массамыз дайын болғаннан кейін шашымызды жинап, бетімізді жақсылап жуып, құрғатып, сүртіп аламыз. Содан кейін таза бетке масканы жағу керек. Ал маған масканы жағуға осындай жұмсақ кисточка көмектеседі. Бұл масканы аптасына 2 рет жасау жеткілікті. Сода болғандықтан көп жасап жүрмеңіздер.
Аптасына 2 рет жарты сағаттан бетіңізге жағып ұстасаңыз, пайдасы өте көп. Бетіңіз ағарып, жұмсарып, табиғи нәрленіп, құнарланып, әжімдердің азаюына жақсы көмектеседі. Ал енді жарты сағаттан кейін бетімізді жуып, өзіміздің күнделікті пайдаланатын тонер не болмаса сывороткамызды жағып, әрмен қарай өзіміздің күнделікті күтімізді жасауға болады. Келесі видеода кездескенше, пайдасы тисе лайк, комментарий жазып, подписка жасап кетіңіз. Сәттілік!